Так, барлықтарыңызға ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Дәл қазір енді мен осы видеоға обещание бергем, яғни осының разборын жасап берейін деп ше. Және соның обещаниемді өзім орындайын деп тұрмын. Қазір Алматыда бізде жаңбыр, трейд жасауға мықты обстановка болып тұр екен. Бірақ та бүгін енді өкінішке орай рынок жабық. Енді қараңыздар, бұл жақта біз қалай жасадық, яғни бізде бұл азиатская сессия болған, мен таңғы 6-ларда бұл сделканы ашқан болатынмын. 0,5 лоттан 2 болғанбыз, және де 4687 ашылды, шорт позиция 4587 жабылды. Және оның ашылып жабылғанын жарайды. Мен сіздерге бір қызық дүние айтайын, мына жақта ровно 1000 пип ұстап тұрмыз ғой. Және мен ары қарай да ұстауыма болатын еді, бірақ та өкінішке орай ары қарай ұстайтындай негізінде возможность болған жоқ. Мен жауып тастадым негізі бұл сделканы. Бұның барлығын мен подтверждать етіп тастағам телеграм каналда, барлығы реальный счетпен бәрі как положено жасалғанын. Енді ол даже айтылмаса да ясно ғой, негізі егер де біздің трейд туралы айтатын болсақ, бұл жақта вообще ешқандай да ешкімнің сомнениесі жоқ. Енді дәл қазір біз 4 сағаттық таймфреймге кіреміз. Бұл уақытта бізде таңғы 6-лар шамасында болған, таңғы 6-лар шамасында болды, және де дәл қазір енді бұның қалай жасалып жатқанын мен сіздерге толықтай айтып көрсететін боламын достар. Қараңыздар, бізде ең қызық дүние мұнда не? Білесіздер ма? Ең қызық нәрсе бізде өте үлкен нисходящий тренд келе жатты. 4 сағаттықта нисходящий тренд бар, дневной таймфрейм, полный нисходящий тренд, часовой таймфрейм, полный нисходящий тренд, және нисходящий не только простой тренд, а order flow именно. Қараңыздар, ликвидность создавать етеді, ликвидность жылап, точка входаға келеді, құлайды. Ликвидность создавать етеді, келеді, құлайды. Ликвидность создавать етеді, алады, құлайды. Ликвидность создавать етеді, алады, құлайды. Ликвидность создавать еткен жоқ мына жақта, бірақ та сразу барды, құлады. Мұнда уже кәдімгідей өте үлкен құлау басталды. Мына жақта бізде өте үлкен шорттар басталды. Продажалар боковикте тұрды, баға қайтадан құлады, обратно восстановление болып, бір орында тұрғандай болды и обратно қатты құлады. Енді бұның барлығын мен сіздерге қазір толығырақ түсіндіріп беремін негізінде. Егер часовой таймфреймді қарайтын болсақ, часовой таймфреймде бізде не болып жатыр? Часовой таймфреймде бізде мына жақтағы ликвидностьтардың барлығын свип етіп тастаған. Часовойдағы ликвидностьтардың барлығы бізде свип етілген, және де ары қарай келетін болсақ, мына жақтағы ликвидностьтардың барлығы алынып кеткен болатын. Мына бізде Хантер, мына ликвидностьқа барған баға, обратно төмен құлаған. Мына жақ бізде Хантер, мына ликвидностьті тоже алған. Одан кейін бізде баға обратно құлап қайтадан келіп осы жақтан обратно кеткен. Және де дәл қазір мына коррекцияда мен ойладым, оппо, мына бекер коррекция емес, мына коррекцияны біз ұстап қалуымыз керек. Көрдіңіздер ғой, таңғы 6-лар шамасында деген. Және де часовой таймфреймді қараған кезде бізде часовой таймфреймде не болып жатты? Біз имбалансы заполнить етіп бастадық. Имбаланс заполнить етілгеннен кейін бізде қараңыздар, баға келіп, мына жақта қазір кішірек таймфреймдағы ликвидностьті көрсем, осы ликвидностьқа келіп құлаған болатын. Ликвидностьтан бұрын бұл жақта тіпті зонада болды, по-моему. Және де бізде часовой таймфрейм осылай, қалай айтса болады, падающий звезда деген паттерн бар. Осы падающий звезда деген паттернмен жабылды и обратно падающий звездамен жабылғаннан кейін біз обратно құлайтынын уже ешқандай да сомнениеміз болған жоқ. Өйткені байқасаңыздар, мен үлкен шорт позицияларды ұстасам, всегда падающий звезданы көрем. Енді біз 15 минуттық таймфреймге кірейік. 15 минуттық таймфреймда бізде мұнда имбаланс болған, имбаланстан кішкене реакция алып, баға жоғары барып, мұнда тағы да кішігірім реакция алған болатын. Және де оның алдын 5 минуттық таймфреймда егер қарайтын болсақ, уже маған просто мына жақта шорт екені айдан анық болды. Мен қазір оны тіпті экономический жағынан да қалай болып жатқанын түсіндіріп берем. Не үшін ол шорт болу керек? Өйткені қараңыздар достар, бізде фрейз США ставканы бір орында ұстап тұратын болады, және де обратно ставканы ары қарай да көтеретінін жайлы айтқан болатын сол моментте. Ставканы егер де ары қарай фрейз көтеретін болса, онда бізде доллардың құны өте үлкен болып қымбаттайтын болады. Және де ол бізге алтынға наоборот шортқа әсер етеді. Және де көптеген үлкен инвесторлар 3000, 3500, 4000 доллардан сатып алғандар, олардың барлығы не істейді? Олар осы долларды алтын сатып алғандар, олар барлығы фиксироваться етті ғой 5600-де. 5600-де фиксироваться етілгеннен кейін обратно қайтадан 5400-ге дейін алып келді, қайтадан барды да қайтадан сатып бастады. Енді дәл қазір бізде тура сондай жағдайға келіп тұр. Неге? Өйткені бізде алтынды сатып алғандардың барлығы ұзақ уақытқа ақшаларын замораживать еткісі келмейді. Сол үшін де олар обратно сатып бастайды. Енді міне 5 минуттық таймфрейм, жаңа 15 минуттық таймфреймді көрсеттім ғой. Енді 5 минуттық таймфреймда бізде не болған? 5 минуттық таймфреймда егер біз мұнда қарайтын болсақ, мұнда по-моему 15 минутта жатты. 15 минуттық таймфреймда да болды. Қазіргі зонаны көрсем,
Дәл қазір достар қарасаңыздар, бізде 3 минутта бізде мұнда зона болған. Сол зонаға келеді, баға реакция алады. Енді осы реакцияда біз часовойды қарадық. Часовойда қандай свеча болып тұр? Падающий звезда, жаңа айтқаным. Енді 5 минутқа кіреміз. 5 минутта бізде не болып тұр? 5 минутта бізде мына имбалансты тесу керек баға. Яғни инверсия жасау керек. Енді баға бізде осы теспе салдың 3 минуттық таймфреймда мен өзімнің қазіргі бір кішігірім тактикамды көрсетейін. Сол тактикамды қолдана отыра сделка қарастырған болатынмын. Яғни бізде мына бізде специально өзіміздің настройкамызбен жасалып тұрған индикатор, және бұл индикатор бойынша бізде не болды? Бізде бұл индикатор бойынша, қазір міне қараңыздар. Көрдіңіздер ма? Бізде көк зонаны тесіп кетті ғой. Көк зонаны тескеннен кейін менде кішкене опасно болды. Көк зонадан қайтадан келсе, яғни көк зонаны обратно былай тесетін болса, онда мен шорт позицияға кірем дегем. Дәл қазір міне қарасаңыздар, бізде сағат таңғы 6:42. Осы моментте біздегі шорт позициялар ашылған болатын. Және де қараңыздар, осы жақтан ашылған болатын 87-тен, және де тура осы көк зонаны тескен болатын. Яғни бұл бізге дополнительный подтверждение. Неге? Өйткені қараңыздар, бірінші фактор бізде өте үлкен фактор. Ол бізде нисходящий тренд. Дневной, 4-часовой, часовой таймфреймдардың барлығы нисходящий тренд. Және де часовойда бізде не болып тұр? Часовойда бағанаға айтқандай нисходящий ордер флоу. Одан бөлек, енді қандай тағы да факторлар бар? Облигациялар, США-дағы облигациялар, жалпы облигациялардың бағасы, құндылығы өсіп жатыр. Және де доллардың да құны өсіп жатыр. Оның барлығы алтынның ослаблениясына алып келеді. Және де Қытай болсын, Азия мемлекеттері болсын, алтынды өте активно сатып алып жатқандар қазір кішігірім өздерінің позицияларын фиксировать етеді. Және үлкен фондтардың барлығы тоже самое фиксировать етіп жатыр. Осының барлығы негізінде влиять етеді экономический фактордың негізімен более глубоко айтып тастайтын мына жерде ше. Және де енді біз қай жерден фиксироваться еткенімізді айтайын. Дәл қазір біздің фиксироваться еткен жеріміз тоже өте ыңғайлы жер болатын. Негізінде ары қарай ұстауға болады еді. Мен в течение всего дня ұстадым сделканы, бірақ та ары қарай ұстасақ болады. Бірақ мен не үшін ары қарай ұстаған жоқпын? Мен осыны так кішігірім түсіндіріп кетейін. Неге? Өйткені ары қарай бізде коррекция берді баға, және де среда күні, вторник күні ашылған сделка болатын, және де среда күні бізде рынок өте үлкен рост беріп, обратно құлайтынына мен сеніп тұрдым, бірақ та ол рост мен ойлағандай үлкен болған жоқ. Кішігірім коррекция болды, одан кейін обратно қайтадан құлап кетті достар. Осының барлығы негізінде маған влиять етті негізімен психологияма. Так, енді жалпы барлық осы факторлар бізге әсер етті ғой. Енді мен жалпы қайдан тапқанымды айтып кетейін. 15 минуттық таймфреймда бізде бай зона бар. Міне мына жақтағы бай зона. Негізінде оған дейін ғана ұстаған жоқпын, яғни менің примерно өзімнің қарастырып отқан зоналарым негізі одан төмен 4700, 4300 жақтарда еді. Бірақ та 4300-ге дейін енді мен ұстай алмайтынымды түсіндім. Өйткені бізде уже коррекциядан кейін мен психологиям кетіп бастады. Негізінде шыны керек сондай болып тұрды. Яғни мен бағанағы точка входамның салдарын айттым ғой, біздегі индикатор бойынша да бізде именно мынау имбалансқа тест жасады. Тест жасағаннан кейін оның реакциясына қарадық. Одан бөлек бізде трендтердің барлығына қарадық. Және осының барлығы негізде өте қатты үлкен влияниясы бар рынокқа ше. Енді RR бізде 7-ге 5 болды. 7-ге 5 RR. Бұның барлығы сказочныйға ұқсайды негізі, бірақ та реальный сделкада. Міне осылай болады ғой. Мынау мен ұйықтап қалдым сделкадан кейін. Мынау сағат 11-лер, сағат осы Америкада, Нью-Йоркта именно қаттырақ құлап бастады. Міне, қараңыздар. Достар, қараңыздар, мен мына жерде жаптым. Мен мына жақта ұстап оттым негізші. Мен шыны керек, шынымды айтайын, мына жақтарда жаптым. Міне, осылай өскен кезде жаптым. Негізі менің целім мына зона болған жоқ. Яғни бұл зонаға келген кезде баға кішігірім откат береді деп ойладым. Бірақ та бұны тесіп кетті. Тесіп кеткеннен кейін бұның барлығын әрине мен тейкін қоймай өттім ғой. Тейкті өзім қолмен жабам деп ше. Тесіп кеткеннен кейін осылай откат беріп бастады. Яғни қараңыздар, 4554-тен, яғни каждый сделка маған $6000 берген кезде мен жаппадым. 4454-тен осылай өсіп бастады. Осы моментте мен ойладым, опа, здесь что-то не так, яғни $50 баға көтеріліп кеткеннен кейін. И обратно бұл біраз уақыт коррекцияда тұрды да қайтадан құлады. Осы коррекцияны шыдап тастауға болатын еді, бірақ та негізінде бір жағынан қарайтын болсақ,
қанағат. Өйткені ары қарай шыдаймын деп мына жақтан жауып отқанша лучше мына жақтан жауып тастаған дұрысырақ. Көрдіңіздер ме достар? Біраз уақыт көптеген трейдерларды, ритейлдарды шорттап отқан сілкіп атты. Егер де мен ары қарай ұстайтын болсам, негізінде біраз жерге барды рынок. Дәл қазір енді мен бұны бір сағаттық таймфреймнен көрсетейін, өйткені бізде уже міне мына кезде басталды. Көрдіңіздер ме? Менің жапқан жерім өте ыңғайлы жер болды. Өйткені осыдан кейін коррекция берді. Иә, 4510-ға дейін құлады. Менікі 4400, 4300 еді цель. Негізі құлайды деп ойлағаным. Бірақ та енді ол более глобальная цель. Поэтому дәл қазір бізде өсіп, қайтадан коррекция беріп, обратно өсіп, коррекцияда тұрды. И дәл қазіргі рыноктың жағдайы осы достар. Яғни бізде көбірек манипуляция болып жатыр. Және осы айда менің білуімше көптеген трейдерлар минусқа кетті. Мен білетін бір-екі трейдерлар бар, тиктокта тоже популярны в то же время. Там 30 мың, 40 мың доллар, кейбіреу минусы, кейбіреу 20 мың долларға. Өйткені осы айдағы рынок вообще непонятный болды. Сол үшін де мен де өзім көп торговля жасаған жоқпын. Торговля жағы кішкене қиындау болды мен үшін де. Бірақ та достар, Аллаға шүкір, біз жалпы негізі плюстамыз. Жалпы айтқанда үлкен жақсы плюста отырмыз. Жалпы мен айтқым келгені осы достар. Мені біраз сағынып қалған шығар негізі. Көп адам мен екінші инстаграм тауып алған ғой. Мен өзімнің для друзей деген инстаграмым бар. Соны тауып алған. Соны жазады: Мирас мырза, бұрынғыдай қайда жоғалып кеттіңіз деп. Алла қаласа жақын арада біз қайтып келеміз. Дәл қазіргі просто фокус торговляда достар. Мен тек кішкене түсініңіздер. Мен енді полностью енді ақшаның бәрін трейдингтен тауып атқаннан кейін мен басқа жаққа фокус бүйтіп қатты қоя алмаймын. Алла қаласа блокқа да қайтадан қоямыз. Алла қаласа қайтадан блокты да жүргіземіз. Ол жақтан да негізінде біраз нәрсе жасауға болады. Бірақ та дәл қазіргі менің мақсатым ол трейдингімді, мен енді өзімді трейдермін деп қалай айтамын, егер де мен құр блог жүргізетін. Мен құр блог жүргізсем, мен блогермін деп айтушы едім өзімді. Мен бірақ в основном трейдер болғандықтан тек қана трейдқа қазір көңіл бөліп отырмын достар. Жалпы мен айтқым келетіні осы. Енді біразын сағынып қалған шығарсыздар. Мен көп осы сделкаларда мен андай логикасын қатты түсіндіре алмаймын. Өйткені менің өзімнің насмотренность дейді ғой. Яғни өзім қараймын да, мына часовойдың өзінен қарасаң, нисходящий полный келе жатыр. Осылай. И мына жақта бізде падающий звезда, обратная коррекция, мына полностью құлайды деген сөз. Келесі учелардың барлығы просто чисто құлап шықты да. Бұның барлығы насмотренность, мен бұны 100 рет көргенмін. Сол үшін менің көзім уже жаттап алған. Мынау қазір былай жасайды, құлайды деген сияқты. Көзім полностью жаттап алған. Трендпен бірге ашыңыздар, трендпен дос болыңыздар, трендке қарсы жүрмеңіздер, всегда сломдарды қараңыздар, подтверждениені алып алыңыздар. Просто так рынокқа кіріп құр ақша табам деп, голый жылдам ақша табам деп ойламаңыздар. Жылдам ақша табам деп үлкен рискпен ашатындар, олар 99% қадалады. Көптеген трейдерлар не үшін ақша таппайды? Өйткені олар именно сондай психология жағы жөнделмеген, психология жағы өте слабый. Жалпы достар, мен айтқым келгені осы. Кстати, Алла қаласа бір анонс бізге трейдинг хаб саппортқа жазады да, мен оқимын, өзім оқып отырмын қазір. Бізде Алла қаласа обучение жайлы қашан болады, не болады деп. Алла қаласа бізде 15 мамыр күні бізде Алматыда офлайн онлайн обучение басталады. Одан бөлек 20 мамыр күні, 20 май Астанада Алла қаласа офлайн обучение басталады. Сол жаққа барып, біз осы жаңа стратегияларымызбен таныстыратын боламыз, логикамызды түсіндіреміз, қалай жасайды. Мен жылдам ақшаға қарсымын достар. Яғни жылдам ақша бір күннің ішінде, 2 күннің ішінде осындай үлкен ақша тауып кетесің деген жоқ. Простой стратегия жоқ. Менің каждый стратегиям, каждый қолданатын именно фишкаларым трейдингтағы, олар өте кропотливый, өте үлкен минуспен келген заттар. Мен яғни трейдингте қазіргі опытым өте үлкен минуспен келген опыттарды. И бұл опыттарды алған адамдар кейін мен сияқты үлкен минустарға кетпейді, наоборот сразу плюсқа шыға алады. Бірақ та енді мен айтпаймын, там аз уақыттың ішінде шығып кетеді деп. Әркімге ризық әртүрлі беріледі. Мен өзім самый главный өзімнің продуктыма, солардың барлығына отвечать ете аламын достар. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Соңына дейін көргендеріңізге сау болыңыздар достар.